біздің жан-жақта каналымызға қош келдіңіздер. Достар, бүгін бізде влог болады. Сондықтан да дәл осы жерде лайк басып, комментарий жазып, бізге тіркелуді ұмытпаңыздар. Біз сіздерді жақсы көреміз. Осы влогты жақсы түсіруге тырысамыз. Ендеше де кеттік. Мынандай болып тұр. Бұл шығып, сөйтіп тұр. Күн жоқ, вообще кеше де сондай болып тұрған. Енді ертең күн шығатын шығар. Осындай бұлтты болып тұр. Бұлт болып тұрғанда жаңбыр жаумаса біртүрлі ғой. Ертең күн шығатын шығар енді. Осындай басқаша біртүрлі болып тұр дала. Мен таспиқ тартып жүрмін. Міне 2450-ге жетті. Сіздер таспиқ тартасыздар ма? Достар, біз диванды естіп түсіріп қойғанбыз. И бізге осы ыңғайлы. Еще біз осыған 24 сағат диванда деген челлендждер түсірміз мүмкін. Түсірейік па, түсірмей қояйық па? Комментарийға жазып кетіңіздер. Более түсірген қызық сияқты. Вот. Естіп жатқан ыңғайлы. Достар, мен далаға шықтым. Қазір енді магазинге келіп жатырмын. Вот, уже жеттім. Еще ана жерде қазір андай бір бәле Нан Байхан деген бір бәле ашып қойды. Енді көрдім мен қазір ана есті көп түсті ма? Сояқ ашып қойдым. Нан Байхан деген ашып қойды мына. Енді тандырсам сол артығын енді мынандай нан пісіретін ашып қойды. Ал негізі бұның өзі магазин ғой. Ана жерде пісіреді ау деймін. Кеттік. Достар, біз осында пирожки жасап жатырмыз, бірақ бұны пельмен қылып жасап жатырмыз міне. И бұны жартысын морозилкаға саламыз. Қазір сіздерге морозилкамызды көрсетеміз біздің. Біздің морозилка осындай. Қазір біздің морозилка ампайға жасаймын. Ішіне бар екенін. И наяқта міне баға дегендей пельмен пирожкилер. И кеттік. Бірінші баға дегендей пельмен и вот, мен шүрем. Анаяқта енемеді калденге қатпаған соусқа қойдық. Анаяқта осындай пирожки. Ет и астында мындай жақта голубцы. Мұны қатырып қойғамыз. Вот. Кейде жегіміз келгенде естіп қоя сала жеп қатырып қойғамыз. Жегіміз келгенде пішіре саламыз. Міне анаяқта голубцы. Сіздердің жақсы көретін тамақтарыңыз қандай? Комментарий жазып кетіңіздер. Менікі голубцы тамақ. Вот. Осындай. Бізде Маку ауырған болатын. Мына беті қызарып жетіп кеткен болатын. И сол үшін мамалар барып, йогурт, дәрі, алма, банан сондайларды әкеп берді Макуға. Осылар жет Маку. Сондықтан да енді Маку ауыр жатыр. Мына жеп жатыр. Привет, Маку. Достар, біздің каналымызға қош келдіңіздер. Бұл біздің влогымыздың екінші күні. Мен шашыма мән жүрмеңіздер, өзі естіп тұр. Кеше түнде істеп алғам ғой шашын естіп. Қазір жинап аламын. Міне, мен бүгінгі влогым осындай. Қазір біз шай ішейін деп жатырмыз. Сіздерге ары қарай влогымды жалғастырамын. Достар, біз қазір шай ішейін деп жатырмыз. Сіздер де таңғы шайларыңызды ішіп жатсаңыздар, ас болсын. Достар, Маку бүгін кішкене жазылды. Міне, Маку, привет де. Міне, жүр шашымыз. Достар, біздегі бүгінгі ауа райы осындай керемет болып тұр. Күн шығып тұр, міне. Достар, біз суға түсіп алдық, және де бағады үйлерде жинап алған болатымыз. Ал қазір аяқта манты пісіріп жатырмыз, қазірге көрсетемін. Міне біз кешкі асқа осындай манты пісіріп жатырмыз. Бағалды салдық, қазір пісейінде қалды. Міне, нанатын ет. Ал аяқта паприка жасап қойдық. Қазір енді шайды дайындап жатырмыз. Міне. Мен мына жаққа шайды дайындап жатырмын. Қазір сіздерге шай ішейін деп жатқан кезде көрсетем. Міне дәу қылып төсеп қойдым. И міне дала. Бағалды күн шығып күшті болып тұрған деді. Қайтын білмеймін. Бұл толып кетті ма, бір түрлі қалды. И ертең бізде папа келеді. Күшті болады. Мен суға түсіп алдым, шашым кепкеннен кейін мен шашымды бөліп, әмин екеумізге мама майдала бөліп тастайын деді. Сөйтіп, азында тұрғанда мынандай күшті болады. Соны көрсетем. Қазір тамақ піскенде көрсетем. Бізде тамақ пісті, міне манты паприкасын салып қойдық. Енді бізге ас болсын. Достар, менің шашымды мама өйстіп өріп тастады, майдалап міне әмин екеуміздің.
И ұстағанда күшті болады. И бұны бір апта майыстып шешпей жүруге болады екен. Білмеймін, біз мама айтты, өзім шешіп берем дедім. Сол кезде бира болады күшті. Сол баға шашымды жұбағамыз, енді бира үйсіп өріп қойдық міне. И сосын бұны шешкен кезде бира күшті болады. Сол кезде сіздерге басқа влогпен түсірген шығармын, или білмеймін. Ертең де шешіп қалуымыз мүмкін. Сәлем достар, біздің каналымыздың влогымыздың 3-ші күніне қош келдіңіздер. Бүгін біз Әмина екеуміз бірінші рет үйірмеге бар көрген деп жатырмыз. Біз вообще үйірмеге бар көрмегенбіз. Біз бүгін қандай үйірмеге барады десеңіздер, біз биге барамыз. Биге Әмина екеуміз барғымыз келіп жүрген біраз болды. Сондықтан да біз бір құрбымыз бар, сонымен бірге баратын боламыз. И қазір сағат 2 болды, жарты сағаттан кейін 2:30 баратын боламыз. Жарты сағаттан кейін мына шашымызды үйсіп өріп алдық. Қазір енді Шамалякке барамыз, бірақ уақытта сіздерге түсіре алмайтын боламыз, өйткені телефонда апармаймыз. Мен сіңілім сол екеуміз барамыз, бір құрбымыз бар, сол үшеуміз баратын боламыз. Үйге жақын, но бірақ қаяқта екен білмеймін. 286 мектептің жандарында ма, білмеймін. Сол жақтарда болады. Өзім енді бірінші барып көрдім деп жатырмын. Қаяқта солардың бардым, сіздерге айтып көремін. Қызық бола ма, қаяқта екен көремін. Қызық болса сіздерде барыңыздар деп айтатын боламын. Достар, бізде дала осындай болып тұр. Кеше жаңбыр жауған, и дала осындай жаңбырлы болып, балшық болып тұр. И сондықтан Әмина екеуміз қазір биге жеңіл куртка киеміз ба деп тұрмыз. Бірақ сіздерге оқтап сұрамаймыз. Достар, мен бүгінгі влогым. Мен ішінен лосина киіп алдым. Уже өткені дала қатты суық болмаса, чуть-чуть суықтау. И мынаның үстін кетін болғанмын. Өзім любимый толстовкам. И барғанда шеше саламыз. И мен неге шопер апарайын деп жатқам, бірақ уақытта шкаф бар, соған салатын боламын. И кеттім, пока. Сіздерге қандай ощущение болады, соны бүкілін сіздерге көрсетемін, айтатын боламын. Достар, біз биден келдік. И би күшті болды, еще апайлар күшті билетті. И күшті болды. Екіншісінің алдының қасында жасыл не тұрады? 286-ның қасында барсаңыздар, көресіздер жанына қорғандай тұратында. Оқтағылар күшті, еще оқта шақымат көп деген үйірмендер бар. Күшті бар көрсеңіздер болады. Достар, и тәтеге аяқ астынан осылай телефон аперді. И тәте аперіңші деп жүргендеріне көп болды. Сондықтан да осындай шеқолмен осындай телефон аперген. Тәте, қалай? Енді шеқол кәдімде күшті. Құтты болсын. Мама өзіне осындай шеқол алды. Достар, осылай біздің влогымыз аяқталды. Сіздерге ұнаса осы жерден лайк басып, комментарий жазып, бізге тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар, пока-пока.